Пайғамбар алейхиссалату вассалам намаз біткеннен кейін истихфар айтатын 3 рет дейді. Одан кейін Аллахумма антассалам ва минкассалам табаракта я зал жалали вал икрам деп айтатын дейді. Біздер намаздан кейінгі айтып жүрген дұғаларымыз. Сонда Аузаи осы риуаятты жеткізіп атқандардың бірі сол кісіден сұраған екен. Истихфарды қалай етуші еді дейді. Сонда ол кісі астағфируллах, астағфируллах деп айтқан екен. Яғни истихфардың түрі көп білесіздер. Соның ең қысқасы астағфируллах. Пайғамбарымыз соны айтатын. 3 рет намаз біткеннен кейін истихфар дегеніміз ол не? Кешірім сұрау. Намаздан кейін не үшін кешірім сұрап атсың? Сол деңгейде өтей алдым ба, өтей алмадым ба, я Алла, кешір мені. Намазда тұрсың, ойың, үйің, бала шағаң, базар, анау, мынау. Лайық па сол? Же балаңа бір әңгіме айтып тұршы, ол сот ойын ойнап тұрса, не істейсің? Мен саған айтып тұрмын дейсің. Немесе саған келіп бір өтініш айтып тұр, басқа нәрсені шұғылалап тұр. Алланың алдында тұрмыз, құлшылықта тұрмыз. Міндетін атқарып жатырмыз, бірақ әйтеуір ойымыз басқа жақта. Алла субханаху ва тағала бізге берген мейірімі, намаздың ішінде 1 рет болсын Алланы еске алатын болсақ, түгел намазымыздың ішінде 4 ракат бойы 1 рет еске түссе де әйтеуір сонымен қабыл дейді фақихтар. Бастан аяқ Құдай есіңде жоқ па сенің, Аллаху акбардан бастап ассаламу алейкумға дейін, онда ол намаз емес. Себебі сен Алланы еске алған жоқсың. Ақимис салата ли зикри, мені еске алу үшін намаз оқы деді. Сен еске алған жоқсың бастан аяқ, ол намаз емес онда. Жамағаттың ішінде тұрсың, онда жамағаттың құрметіне Аллах Тағала қабыл етеді екен ондай намаздарды. Имамға қарайды, имамның ойы қайда? Далада ма? Жамағатқа қарайды. Жамағаттың да ойы далада ма? Болады ма ондай жамағат? Болуы да әбден мүмкін. Бір қалжың әңгіме бар. Болып намаз оқып болғаннан кейін имам сұрайды дейді артына қарап, 4 оқыдық па, 5 оқыдық па деп. Ешкім білмейді дейді. Ешкім айта алмайды. Біреу айтты, 4 оқыдық. Қайдан білдің сен? Мен 1-ші ракатта үйден шықтым деп айтады дейді. 2-ші ракатта мен базарға жеттім. 3-те мен заттарды алдым, пәлен заттарды. 4-те үйге қайтып келдім, 4 деп айтады дейді. Ол да намазда емес та, бірақ. Сондай намаз болса да Аллах Тағала жамағаттың құрметіне қабыл етеді екен. Жамағатпен оқыған үшін. Алла сондай мейірімді сізбен біз үшін. Біздің азын-аулақ әрекетімізге бізге төгіп береді. Намаз басқа құлшылықтар секілді емес. Қараңыз, исламның 5 діңгектері. Ла иляха илlalloh Мұхаммад Расулуллах, өміріңде 1 рет айтсаң болды. Қажыға барамайсың ба? Жағдайың жоқ па? Кешірілді, өзір бар. Ораза ұстай алмайсың? Сапардасың, аурусың, жүкті болып қалды, басқа тағысын тағы әйелдер, өзір бар. Зекет бере алмайсың? Мал мүлкің жоқ? Өзір бар. Алуға да рұқсат тіпті. Намаз ше? Намазға үзір қалдырған жоқ. Неге? Себебі намаздың араб тіліндегі аты сила. Сала. Саланың түпкі мағынасы сила. Байланыс. Байланыс құру. Ол Алламен сені байлап тұратын нәрсе. Әлгілер жылына 1 рет, өміріңде 1 рет болуы мүмкін. Ол да болса, өзірің болса, ол да жоқ. Бірақ намаз сені күнделікті байлап тұрады. Сол үшін де Алла субханаху ва тағала оны құзырына шақырып тұрып берді пайғамбарымызға. Басқалардың барлығын жерде берді. Ол құзырына шақырып берді. Неге? Себебі ол үзілетін нәрсе емес, ол байланыс нәрсе ол. Оны өзіне шақырып тұрып берді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам алдына періште келетін, Жебреил. Адамдар шошып кетпесін деп, қандай халде келеді? Адамның кейпінде келеді. Бір арыстан кіріп келсінші қазір. Ешкім тыңдамайды, сабақ бәрі қалады, бәрі жан-жаққа қашады. Неге? Себебі біз қорқамыз кейіптен. Ол шынымен ол арыстан ба, әлде ол соның кейіп алған бір адам еңкейіп кіріп келе жатыр ма? Жоқ, біз кейіпті көреміз, болды, қорқамыз.
Аллах Тағала адамның кейпінде жіберді, қорықпасын деп. Періште адамның кейпіне енді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам көкке көтеріліп жатыр, періштенің кейпіне өтіп жатыр. Енді келіп Сидратул Мунтахада Жәбірейіл ары қарай мен де өте алмаймын дейді. Демек періштелердің де тоқтайтын, өте алмайтын кейіпке еніп, сол жаққа өтті. Сөйтіп намазды алды. Яғни біз намазда тұрғанда періштеден де жоғарғы кейіпте тұруымыз керек. Сондай кейіпке енуіміз керек. Сондай кейіпте болуымыз керек. Ол сондай сыйлық ол. Ол жай нәрсе емес. Алла субханаху ва тағала елу берген еді. Мұса алейхиссалам қайта-қайта айтып, беске түсіртіп алды. Неге барлығын азанғы бесті қойып қойған жоқ? Кешкі бесті қойып қойған жоқ? Сізбен бізді қайта-қайта байланыста болсын. Азанда тұрады, Алламен байланыс жасайсың. Дүниенің тіршілігімен кетіп бара жатсың, тағы Аллаху акбар, Алла ұлы, тастағаннан Алла ұлы, Аллаға кел деп, тағы бір шақырып алады. Тағы келес, Алламен байланыс құрасың. Сөйтіп, түс қайта тағы, кешкісін тағы, жатар алдында тағы. Яғни Аллах Тағала сізбен байланыс құрып, байланыстан үзілмесін деп күнімізге бөліп тастады. Хикметтерінің бірі. Енді қараңыз. Жаңа айтып кеттік. Басқа құлшылықтарда үзір бар, намазда жоқ. Себебі намаз бүкіл құлшылықтарды жинаған құлшылық. Қараңыз. Намазда ат-тахиятта ташаххуд айтасыз, ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммад расулуллах. Яғни исламның бірінші деңгейі. Кәлиманы сіз намазда айтасыз. Әр ташаххудке отырған сайын айтасыз. 5 парызыңыз бар. Қанша сүннетті оқисыз. Одан кейінгі қажылыққа келейік. Қажылыққа бара алмайатсыз. Бірақ қажылыққа шыққан адам не істейді? Беттеледі ғой қажылыққа, Қайда аттанып атсың дейді, қажылыққа қарай. Хаждың араб тілдегі бір мағынасы мақсат дейді. Яғни мақсаты оның Каба, соған қарап жолға шықты. Намазға тұрғанда не істейсіз? Сіз де беттелесіз. Кабаға қарап тұрасыз. Мақсатыңыз да сіздің Кабаға бет бұру, бара алмасаңыз да. Жұма міскіндер үшін қажылық болып саналады дейді хадисте, білесіздер. Міскін о бейшара қажылыққа бара алмайды. Жуынып, шайынып, мақсат келді, қыблаға қарай беттенді. Ол бара алмаса да Аллах Тағала оған сол сауапты беріп жатыр. Каба келіп оны айналып жатқандай. Ол барып айналамаса да. Соған сол сауапты беріп жатыр Аллах Тағала. Жұма міскіндер үшін қажылық болып саналады дейді. Ораза ұстай алмай жатыр. Намазда оразаның да кейпі бар. Оразаның араб тіліндегі мағынасы саум, тыйылу. Намазда тұрсыз, сіз оразадан да мықты тыйыласыз. Оразада тек қана тамақтан тыйыласың ғой, жеп ішуден, әйеліңнен жеп ішуден. Сіз намазда тұрып, одан да көп нәрседен тыйыласыз. Тек жеп ішумен емес, сөйлеуден де тыйыласыз. Бұрынғы үмметтің оразасы сөйлесе бұзылып кететін. Ымдайтын, оразамын деп, сөйлемейтін. Сіз намазда тұрып, артық сөзді сөйлемейсіз. Яғни тыйылып тұрсыз. Яғни ораза ұстап тұрсыз. Артық қимыл, артық әрекет жоқ, үндемей, басыңыз төмен қаратып, көп нәрседен тыйылып тұрсыз. Зікір етіп атсыз. Намаз, яғни көптеген құлшылықтардың басын қосқан. Зекетші деп ойлайсыз, зекетті намазбен қалай ұштастырасың деп. Зекет беру үшін не керек адамға? Қаражат керек, байлық керек. Байлығың болмаса, бере алмайсың. Ал байлық болу үшін не керек? Жұмыс істеу керек. Жұмыс істеу үшін уақыт керек. Дұрыс па? Уақытың болмаса істей алмайсың. Ал енді сіз намазға келдіңіз, Аллаху акбар деп намаздың ішінде тұрсыз, 4 ракаттың ішінде қанша уақыт жұмсадыңыз. Сол уақытты барып, ақша табуға жұмсасаңыз болар еді. Ақша тауып, зекет беруге болар ма еді? Болар еді. Демек сіз сонша уақыт тұрып құлшылық етіп атсыз, зекет бергендей сауапты иншалла аласыз. Сіз оны намазға жұмсадыңыз. Яғни намаз бүкіл құлшылықтарды біріктіретін. Алла субханаху ва тағала сол үшін бұған өзір қойған жоқ дейді ғұламалар айтады. Сізді байланысып тұрғанды қалайды. Сіз Алламен байланысудан Алланың ешқандай бір шаруасы шешіліп қалмайды. Керісінше,
сіздің алыстап кетпей, сіздің жақын болғаныңызды қалайды. Сіздің адасып кетпегеніңізді қалайды. Сіздің жүрегіңіздің қарайып кетпегенін қалайды. Сол үшін байланып тұр. Қазақта ағайын туыс, жекжаттың араласына қатысты бір әдемі сөз бар, айында көрмесе, ағайын жат, жылда көрмесе, жекжат жат болып кетеді дейді. Жат болып кетеді. Алла субханаху ва тағала сені алыстап кетпесін деп қайта-қайта өзіне шақырады. Байланысып тұрсын, байланыс болсын деп. Намаз діннің негізгі тірегі. Егер соны қайым қылдың ба, соны тұрғыздың ба, соны тіктедің ба, соны реттеп алдың ба, басқа құлшылықтар соған қарай келе береді. Сен енді сол намазға келдің де Аллаху акбардан бастап тәслимға дейін ештеңе ойлаған жоқсың, дүниені ойлап тұрсың. Сондай ақ намаз оқып қойып жатырмыз. Сол үшін де екі жаққа сәлем бере салысымен бірінші айтылатын сөзіне астағфирулла, ей Алла өзің кешір. Оны әшейін тілді жүгірте бермеу керек, сезініп айту керек оны. Ей Алла кешір. Сенің бұйырған деңгейіңде орындай алдым ба, алмадым ба? Бірақ уасуасаға түсіп қалмаңыздар. Бір жігітті білем, марқұм қайтыс болып кетті. Әр намаздан кейін саху сөз жасай береді. Сүннеті болсын, парыз, неғып өйтесің десем, енді қайдан білейін сол деңгейде істей алдым ба, істей алмадым ба? Ол ішкі сезім, ол бөлек. Сен сыртқы кейіптерінде, сыртқы іс-әрекеттерінде қателессең, соған жасайсың. Сахуд. Сол үшін де пайғамбар алейхиссалату вассалам бірінші айтатын сөзі не еді дейді? Истиғфар еді. Ол қалай? Астағфирулла деп айтатын дейді.